Қайырлы күн достар, мен бүгін Pinduoduo сайтынан қалай өзімізге қажет емес картаны ауыстыруға, яғни өшіріп, жаңа картаны қосуға болатынын көрсетемін. Картаны қандай жағдайда өшіреміз? Срок өтіп кеткен карта болса, егер жарамдылық мерзімі жетіп тұрған карта болса, оны өшіру қажет болады. Себебі төлем жасалынбайды. Немесе өзіңіздің картаңызға бір кісінің картасын тіркедіңіз, енді өзіңіздің картаңызға ауыстырғыңыз келсе, онда сол кісінің картасын өшіріп салып, өзіңіздің картаңызды тіркеген абзалырақ. Жаңағыдай немесе өзіңіздің картаңызбен төлем жасап жүрдіңіз, сіз басқа кісінің картасын қосқыңыз келсе, бұл тәсіл тағы да тиімді жасауға болады. Енді тағы бір маңызды сәт болады, ең бірінші рет тіркеген кісілер, немесе ең бірінші рет төлем жасаған кісілер картаның қай жерін дұрыс жазу керек екенін білмегендіктен карта блокқа кетіп қалып жатады, Каспий Голдта көбінесе блокқа кетіп қалып жатады, сосын блокты ашуға қажет болады. Сол кезде күтпей жаңағыдай картаны өшіріп тастап, басқа картаны тіркесеңіздер болады, яғни басқа картамен төлем жасасаңыздар болады. Енді іске көшетін болсақ, осылай Pinduoduo приложениесін ашасыздар, өзіңіздің жеке кабинетіңізге өтесіз. Міне мында бұл карта жаңағыдай төлем жасау деген білдіреді. Карта осы батырманы басасыз. Сізге осылай окноны шығарып береді. Осы жерде міне үшінші тұрған иероглифті басасыз. Міне жай ғана, например, делік, менде мына карта тіркелген, Каспий Голд карта, бұның жарамдылық мерзімі бітіп қалды. Маған бұны өшіру қажет. Сонда осы картаның көктің үстінен басасыз. Сонда сізге осындай окно делік, жаңағы осындай бет шығарып береді. Осы жерден жоғарыда тұрған иероглифті басуыңыз қажет болады. Осы жерде мен төменде бірінші иероглифті басасыз. Енді сізге дәл осындай бет шығады. Бұл жерде мына екі иероглифтің ешқайсында тесудің қажет жоқ. Кіттей төмен түссеңіз, міне осындай иероглиф шығады астында, иә. Міне осы жерден сізге мына қызыл батырманы емес, астында тұрған жаңағы иероглифті басу керек болады. Мынау басылады, міне былай бассаңыз. Бұл бізде Pinduoduo'да ең алғаш карта енгізген кезде сізге 6 сандық код, пароль ойлап табыңыз деген шығады. Сол жерде сіз өзіңіз ұмытып қалмайтын код, пароль ойлап табуыңыз қажет. Егер бұны ұмытып қалатын болсаңыз, қалай восстановить етуге болатыны видео менің YouTube каналымда бар. Кіріп қарап, восстановить етуіңіз қажет, себебі картаны өшіру үшін осы код, парольді тереміз. Мен енді код, паролімді білемін өзімнің, осы жерге теремін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, менде карта өшті. Менде енді төлемде ешқандай карта жоқ. Енді мен жаңағы жарамдылық мерзімі дұрыс картаны қалай енгіземін? Осы астындағы плюс батырмасын басасыз, қызыл. Осы жерде міне Visa, MasterCard өзіңізге керекті таңдасаңыз болады, немесе былай төмен түсе берсеңіз, міне осындай сізде окно шығады. Бұны не істейсіз? Мынау камера батырмасын басып, жаңағыдай картаңызды сканировать етсеңіз болады. Міне былай картаңызды қоясыз. Бұл сізде автоматты түрде осылай жазып береді. Немесе жоқ, мен өзім ручной терем десеңіз, міне мында осы батырманы басасыз, осы жерге теріп шығасыздар. Міне сізге осындай бет шығарып береді, окно шығарып береді. Бұл жерге не тереміз? Мұнау бірінші тұрған бұл аты жөніңіз, яғни картаның бірінші бетінде 16 цифрдан тұратын жаңағы цифрды теріп болғансын, осы бет ашылады. Дәл осы бетті ұстап, сіз сол жердегі өзіңіздің данныйларыңызды толтырасыз. Аты жөніңіз картаңыздағы. Екінші, міне қараңыздар, біріншісіне аты жөніңізді жазыңыз. Мынау екінші, бұл картаңыздың жарамдылық мерзімі. Дәл сол жерде 16 цифрдың астында сіздің картаңыздың жарамдылық мерзімін жазылып тұрады. Соны толтыруыңыз қажет болады. Міне үшіншісіне келетін болсақ, өзі жазылып тұрғандай себебі, яғни сіздің картаңыздың артқы бөлігінде 3 цифрлы код. Бұны ешкімге айтуға болмайды. Бұл код өте маңызды, және де осы жерге теруіңіз қажет болады. Төлем жасау үшін, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, менде жаңа банк картасы тіркелді. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер.